Қарашаның 15 мен 21 аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 199 іс-шара өтті. Осы аптада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сыртқы істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысына қатысты. Қазақстан президенті алқалы басқосу тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейлі белесі қарсаңында өтіп жатқандығын, әрі еліміз осы тарихи межеге толағай табыспен жетіп отырғандығын мәлімдеді. Тәуелсіздік күні қарсаңында Ақмола облысында 30 жұлдызды күн акциясы басталды. Осыған орай еліміздің басты мерекесі басталғанға дейін өңірде бір ай бойы мәдени іс-шаралар өткізіледі деп жоспарлануда. Облыста тек осы аптада Ақмола жұлдыздары көрмесі, Арқа айбозы ән байқауы мен тәуелсіздік жұлдыздары балалар әндерінің фестивалі өтті. Павлодарда тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай өңірдің 1000-нан астам домбырашысы Сарыарқа күйін бір уақытта орындады. Айта кетерлігі, күй керуені челленджіне кез келген ел тұрғыны онлайн түрде қатыса алады. Сол сияқты Ақтөбеде 20 айтыскер ақын тұғырлы тәуелсіздік республикалық айтысында өнер көрсетті. Ел жастары тәуелсіздік жетістіктерімен Қазақстанның одан әрі дамуын талқылауды жалғастыруда. Осылайша Нұр-Сұлтанда жастар форумында Елорда жастары кешенді бағдарламасы таныстырылды. Ал Алматы облысында өткен дебат турнирінде жастарды жұмысқа орналастыру мәселесі талқыланды. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысында жастар лагерінің қатысушылары депутаттармен бірге заң шығару қызметін талқыға салды. Тәуелсіздік күні қарсаңында Таразда анаға тағзым аналар форумы өтті. Оған ел дамуына елеулі үлес қосқан әйелдер қатысты. Форум қатысушылары жас ұрпаққа ұлттық салт дәстүрді дәріптеп, оларға отбасылық құндылықтарды сіңіру маңызды екенін атап өтті. Шымкентте осы аптада жергілікті тауар өндірушілердің көрмесі өтіп, оған 100-ден астам компания қатысты. Бизнес форумда Шымкентке республикалық маңызы бар мәртебе берілген кезеңнен бастап мегаполиске 2,6 триллион теңге көлемінде инвестиция тартылғаны белгілі болды. Тәуелсіздіктің мен үшін маңызы онлайн челленджі жалғасып жатқандығын естеріңізге саламыз. Бүгінге дейін 6000-нан астам қазақстандық азамат әлеуметтік желіде тәуелсіз елде тұрудың қандай екені туралы оқиғалармен бөлісті. 30 жыл KZ сайтында еліміздің әр тұрғыны Қазақстанның жаңа тарихы туралы білімін тексере алады. 3 айдың ішінде онлайн тест 75 мыңнан астам рет тапсырылды. Жыл соңында үздік нәтиже көрсеткен қатысушыларға естелік сыйлықтар табысталатын болады.